Ей балау, басым ауырып тұрады, арақта келдің бе? Я папа, әкелдім. Папа мен далада ойнап қайтайыншы, я? Бар. Сендер білесіңдер ма, біздің папа деген прокурор, оның пистолеті бар, ол бәрі соттайды. Мен папам деген мықтамады, ақшасы көп, сен папаның ақшасы көп. Зато біздің папа қатты ересек. Жоқ, алдама, сен папан деген алқаш, сен папам біздің үйде бір жарты араққа сатып берген. Кедейсің есіңде. Жоқ, біз дейтін бұрын бай болғанбыз, біздің папа ертең картанда арақта қояды, сосын біз қайтып күшті отбасы боламыз. Жоқ, сен папан алқаш, көткі жоқ сенде әлі. Жоқ, біздің папа ертең арақта қояды, біз папа алқаш емес, мен өйтіп мазақ қылдыңдар. Сен папа алқаш. Ей қуарап, сен менің түбіме жетегім болды. Балам, бүгіннен бастап әкең арақты қойды, қарғыздасын арақты. Папа, болды, арақты енді ішпей қойшы. Көркем дүние, жалған дүние. Бұйырса мен бизнесім кәдімгідей жүрейін деп жатыр. Егер жүріп кетіп жатса, қасыма барлықтарын тартан ғой. Мен де осы бір-екі күнде гаиға кірем, бүкіл тұрас біздікі, звондайсыңдар, шешеміз ғой. Ереке, біз органда жұмыс істейміз. Панас деген керек емес бізге бар ғой. Власть біздің қолымызда, заңмен ғой қолдалаймыз. Бауырым, сен ана командир Шәкәрін танисың ба? Ол менің 10 жыл бірге жүрген досым ма? Алшы ма трубканы сенбесең? Алло, Шәке? Әділет па? Оформ етіп таста. Менің атыма жамылмасын сонда. Короче, сені командир танымаймыз деп жатыр. Оформить ішеміз, бол. Жарайды онда, толтыра беріңіздер. Қойсаңда ше, жігіттер. Мынау сенің қалтаңнан шықты, сен болып жұмыстан шығасың. Өзіміз ғой, жігіттер, қойсаңда ше. Қандай өзіміз? Біз тек заңмен ғана жұмыс істейміз, заңмен. Артың тыныш болсын десең, жұмыстан шығасың, болды. Өзгермендерші адамдар. Құрметті оқушылар, бүгін біз сіздермен латын әрпіне өтеміз. Ал енді қазақ әріптеріне соңғы рет қарап алыңдар, мен қазір өшеймін. Бауырлар, сендер мен сатып кетпекшісіңдер ма? Бауырым, сенің анаң да, әкең де, атаң да мен оқыған жоқ па? 77 жыл менен әріп үйреніп, жазу үйреніп, қалай мені сатып кетпекшісіңдер? Бауырым, сен әкеңді ренжітіп қойған кезде сөздің басы менен бастаушы еді ғой. Естеріңде ма, білесің ба? Бауырым, қайран қазағым. Кіммен бала кезден бірге өсіп келе жатқан досыңды ренжіткен? Сендер тіпті сатқын екенсіңдер. Білесіңдер ма? Мені мына Н деген әріппен шатастырушы едіңдер ғой. Сендер әлі тіпті шатастырасыңдар. Мені шатастырып қалай латын әрпіне өтпекшісіңдер? Ятай. Анашым, мен келдім. Жаным, жан. Ой, балам, қалай балам, жақсы ма балам? Шеш, аяң, шеш, жүр. Қалай жақсы ма балам, өзің де? Жақсы ма, папам қалдай қалай? Бәрі жақсы, папам командир өкілі ғой, келеді ғой жақында. Міне арық бекесі ба, немен отам жоқ та бар? Немен от? Қойш, нормально бәрі, жақсы. Студентпіз ғой енді мама. Анау Алматыда туысқандарың не барып жүрсің ба? Барып жүрмін бәрі. Мен саған тәтті тоқаштарымды, торттарымды барлығын істеп қойдым. Манты енді ғана пісті ғой. Кет, жүр. Жей жүрсем сағынарым, жабықсам шағынарым, анашым бір өзіңсің табынарым, анашым шалқып. Пацаны, простите за вторжение. Не поможете по возможности, по мелочи? Ты же пить будешь? Нет, я не пью. Руки, ноги есть. Иди сам работай, зарабатывай сам. Да ладно, брат, на. Не давай. Пить будь по-любому. Клянусь, я не пью, я кушать хочу просто. Да ладно, брат, на. Спасибо, брат. Брат, помоги, пожалуйста, по возможности. Кушать хочу, брат. Есть мелочи? Хорошо. Помоги, брат. Хорошо. Спасибо, брат. Только этот не пей, да? Нет, брат. You're certified.